Қазіргі таңда мейрамханаларда хит болып жүрген пайдалы жілік майды енді буда мантаваркада пісіреміз. Мынау сиырдың қай жағы? Санның жілігі. Сиырдың санының жілігін көк базардан сатып алдым. Суық суға тұз салып бір жуып алдым. Енді екі жілікті әртүрлі қылып пісірейін дедім. Біреуіне сарымсақты майдалап, зәйтүн майдан аздап құйып, қара бұрышпен бұрыштап, тұзбен тұздадым, араластырдым. Енді бір жілікке жағып шықтым. Екінші жілікті тұздап, бұрыштап қана қойдым. Буға мантаваркаға 40 минуттай пісіріп алдым. Нанға жағып асап жейміз. Жілік шақтырып құс-құс деп таласып жеп өскен балалық шақтың дәмді дәмі. Жіліктің сорпасын әбден қайнатып ішсе, сүйек иммунитетке тіпті өте пайдалы құнарлы. Жілігін шағып майын ішкен ұрпағымыз көбейеді.